Саламатсыздар әріптестер. Бүгінгі біздің иммундық контроль деген тренинг сабақтарымызға қош келдіңіздер. Сіздерге керемет бір жобамен таныстырғым келіп отыр. Иммундық контроль жалпы біз оны қалай түсінеміз? Енді иммундық контроль жобасы бұл қазіргі таңда оқушылардың жаңаша ойлауға, оқытуға, сыни ойлауға, оқушының денсаулығын мықты етуге ететін платформасы. Бірмен сіздерге бүгін таныстыратын боламын. Жалпы бұл жоба біздің мектепте пилоттық жоба ретінде уже өтті. Яғни соның ішінде 6-шы Б сыныбында біз толықтай осы платформаны оқушыларымыз танып, біліп, оқып, үйреніп шыққан жайы бар. Ол бойынша біз халықаралық деңгейде өзіміздің тәжірибемізді таратып көрсеткен болатын жұмыс. Ал енді әріптестер, осы иммундық контрольді бастамас бұрын мен сіздерді кішкене білімдеріңізді бағалағымда келіп отырмын. Сол бойынша алдарыңызда парақты ашып, екі бағанға бөлсеңіздер. Ручкаларыңызды екі бағанға бөліп қойсаңыздар, сөйтіп екі менің пайымдауымша және шын мәнісінде немесе жазып қойсаңыздар, менің пайымдауымша және шын мәнісінде екі бағанға бөлсеңіздер, екіге бөліңіздер. Ручкаңыз бар ма? Менің пайымдауымша және шын мәнісінде екі баған, иә? Әріптестер, сіз қойып па? Ал енді менің пайымдауымша деген бағаның тұсына иммунитет деп жазыңыздаршы. Иммунитет. Менің пайымдауымша дегеннің тұсына иммунитет деп жазыңыздар. Иммунитет. Жалпы енді өзіңіз сол шын сіздің пайымдауыңызша иммунитет деген не екенін сол туралы өзіңіз мәлімет берсеңіз. Қысқа. Иммунитет дегеніміз не? Кішкене мәлімет беріңіздерші. Иммунитет. Сіздің пайымдауыңызша. Ешқандай ешнәрседен ізденудің қажеті жоқ. Жалпы сіздің пайымдауыңызша иммунитетті қалай түсінесіз? Соған кішкене қысқа. Жаза отырып, айта отырыңыздар. Әріптестер, дауыстап. Адамның денсаулығы, адамның жүйесі, организмі, қорғаушысы, қорғаныштық қызмет атқарады. Тағы ағзаның ауырған қабілеті атқарады. Келесі, тағы әріптестер. Тағы айта беріңіз. Иммунитет, қалай түсінеміз? Тағы бейім беру. Дәрумендер, керемет. Жалпы енді біраз нәрсе біледі екенсіз енді. Көп емес. Жалпы енді осы пайымдауыңызға өзіңізге отырғыш шкаламен бал қойып қойыңызшы. Қанша бал бересіз өзіңізге? Бал беріңіз енді. Осы білгеніңізге отырғыш шкаламен бал беріңіз. Отырғыш шкаламен бал беріңіз. Қанша бердіңіз? Есіңіз кім? Индираға қанша бердіңіз өзіңізге? Өзімше деп оны 9 бердім. Қанша? 9 бердіңіз. Керемет. Мына Әлем қанша бердіңіз? 5 бердіңіз. 7 балл. 5 балл бердім. 5 балл 7. Керемет тағда 7 балл. Керемет, жақсы. Әркім өзін бағалады. Енді бұл парақты бір шетке қоя қойыңыздар. Бір шетке қоя қойыңыз. Оған біз қазір тренинг соңында тағы оралатын боламыз. Енді иммундық контроль бойынша мен сіздерге кішкене таныстырып жүргізгім келіп тұр. Жалпы бұл қазіргі таңдағы жаңашыл қазір білесіздер, бізде функционалдық сауаттылық бойынша жалпы бізде оқу бағдарламасында бізде функционалдық сауаттылық бойынша білім қалыптастыру болып отыр. Басымдығымыз, иә, білім беру жүйесінде. Функционалдық сауаттылықтың ішінде бізде екі түрлі сауаттылықтар бар. Әрбір оқу мақсатымызға жету үшін түрлі сауаттылықтарды істеуіміз керек, оқушыларға дамытуымыз керек. Соның ішіндегі бір сауаттылығымыз бізді неге денсаулық екен. Мен не үшін бұған тоқталғым келіп отыр?
жалпы қазіргі таңда біздер оқушылардың иммунитеті өте төмен. Оқушы былай тұрсын, адамдарымызда тұрып жатқан осы қазір қасымызда тұрған адамдарымыздың барлығы иммунитет өте төмен. Енді кішкене бұрынғы тарихқа үңілсек, совет өкіметінде туған әріптестеріміз бар, иә, о заманнан келе жатқан. Біле білсеңіздер, барлықтарымыз уақытысында вакцина алып жүретінбіз, дұрыс па? Енді өздеріңіз салыстырма түрде қараңыздаршы, бұрынғы кездегі тұмаумен ауырған қандай болған, қазіргі тұмаумен ауырған кездегі қандай? Айтып кетіңіздерші. Қазір ұзақ ауырады. Қайта қайталана береді. Жазғанымызда қайтадан ауырамыз. Организм жеңе алмайды. Ал бұрынғы кезде бір-ақ рет ауырған, жылына тек жарма ол қайтадан келмейді. Ол неге байланысты деп ойлайсыздар? Иммунитет төмен. Ал енді иммунитет төмен, бірақ енді сол иммунитетті көтеретін, сол ауруларға төтеп беретін, ол тікелей келген кезде ол бізге вакцинаға байланысты, дұрыс па? Ал вакцинаны қазіргі таңда бізде халықтың, оқушылардың, яғни енді, конечно, оқушылардың сауаттылығы төмен. Себебі оның ата-анасының сауаттылығы төмен, сауаттылық жоқ вакцина бойынша. Қорқыныш сезім бар, қорқамыз біз, салдырмаймын, алып қалады деп, дұрыс па? Ол керісінше ертең рак туғыздырады екен дегенде сауаттылықты көрген, сондай ата-аналар айтып келген. Енді қарасаңыздар, вакцина жалпы білесіздер, бұрыннан келе жатқан дүние 200 жылдан аса қолданып келе жатыр. Енді әлемде 80% балалар вакцина алып отыру керек. Ал енді иммундау алғаш рет медициналық санитарлық көмектің негізінде ол саналар енді жылына 1,5 миллион адам түрлі аурулар кесірінен не істеп жатыр? Жан тапсырып жатыр. Сол вакцина алмағаннан рак аурулары пайда болып жатыр. Иә? Папиллома аурулары мысалы туындап жатыр. Қыздардың жаңағы жақындығы бойынша рактар, осының бәрі бізде вакцина алмауымыз себебі. Ал 21 жылдан бастап бізде қазір жаһандану иммундық аясында 81% нәрестелер вакцина алып, кішкене тоқталып, орта шенге жетті деп отырмыз. Енді жалпы бұл Европада вакциналаса, ол жақта сауаттылық өте жоғары бізге қарағанда. Олар жақсы көзқараспен қарайды. Бірақ иммундаумен қамтылған мәселелер, аурудың қатері, вакцинаның пайда болу жеткілікті жалған көтеріліп деген мәселелер бәрі олар не істейді? Ондай сенімнің бәрі жоғалтқан. Олар не істейді? Дұрыс көзқараспен қарайды екен. Енді болашақта ұрпақ үшін иммундау мәселелерін шешу үшін біз не істеуіміз керек? Біз сауатты, ақпаратты, сауатты болуымыз керек. Енді қазіргі мектептерде бұл нәрсе жоқ деп айта алмаймын. Бар, мектептерде бұл мәселелер қарастырылған, оқу бағдарламасында бар, биологияда денсаулық сақтау бойынша тәрбиеде де қосып жатырмыз да. Бірақ ешқайсында осы мектептердің ішінде, оның ешқайсында мысалы именно біз жаңағы денсаулықты, иммунитетті қалай көтереміз? Иммунитетті жоғары болу үшін қалай біз онымен күресеміз бойынша ешқандай қарастырылмаған екен. Ол тексеру бойынша. Сонда біз білім беруге шолу жасайтын болсақ, 1860 жылдары дейді, мектеп бағдарламасына дене шынықтыру пәні енгізілген екен да. 91 жылдары денсаулық сақтау ұйымдарында денсаулықты нығайтуға назар аудара бастаған дейді. Денсаулық сақтау бағдарламасының оң әсері дейді. Бірақ болды, бірде-бір мектеп бағдарламасында жұқпалы аурулар, эпидемия, вакцина, иммундарды оқыту бойынша енгізілмеген екен. Осы бойынша біз тоқталып жатқан жоқпыз. Енді өздеріңізге білесіздер, кең бір ауқымды түрде бүкіл әлемдік эпидемия жүрді, COVID-19 пандемиясы. Оны таныстырып айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Осының вакцинасын салдырған кезде білесіздер, бізде қандай болды? Салдырмай, балдарымызға да салдырмай, өзімізде салдырмай, салдырса ауырып қалады екен, өліп қалады екен деген сияқты осындай сын жаңағыны қабылдай алмай бізде көп адамдар кетіп қалып жатқан жағдай бар. Енді біз осы иммундық патрульдің аурулармен иммундау, вакцинациялау және дереккөздерді сынай тұрғыдан бағалауға негізделген жаңашыл білім беру пакеті. Иммундық патрульді өздеріңіз ой-ойларыңыздан өткізіп, өздеріңіз көресіздер. Себебі оқушылар бұл мәселелердің бәрін өтіп қойған, бірақ дегенмен сіз өзіңіз ой-ойларыңыздан өткізіп бар, мен сіздерді
ол күрмеуімізді тыңдап келеді. Жалпы бұл иммундық патрульдің мақсаты салауатты өмір салтымен вакцинациялауға баса назар аударып отырып, ұзақ мерзімде алғышарта тұрақты қоғамдастықты құру және сонда бұл жоба алдағы уақытта әріптестер жаратылыстану пәндеріне біз не істеп отырмыз? Бұны кіріктірейік. Білім беру бағдарламасына бұл кіріктіріледі. Әріптестер, кіріктірілген күнде сіздер өтетін боласыздар. Жоба ретінде республика бойынша біз былтыр осы республика бойынша әр қаладан мұғалімдер қосылған. Соның ішінде бізде Шымкент қаласынан 2 мұғалім барғанбыз. Бірі 89, біреуі 52. Осы 89-да бізде жобаның керемет нәтиже көрсетіп өтті. Алдағы уақытта енді біз не істейміз? Уже бүкіл Қазақстанға ендіретін боламыз. Жалпы бұл платформа, иммундық платформа 5 модульден өтеді. Сонда бала 5 модульден өтіп ойнайды. Қазіргі таңда балалардың білесіздер қызығушылығы ойын, тек қана ойын емес. Бұл жерде де бала ойын түрінде түсініп шығады екен. Платформа өте жақсы қарастырылған. Енді ойын түрінде оқыту платформасы оқушының ынтасын керемет көтереді, дағдыларын жақсартады, сыни тұрғысынан жақсы керемет ойлай алатын болады, және көмекші құрал ретінде кереметтей ары өздерінде алдағы уақытта жұмыс жасауға өте көп жақсы. Енді бұл мемлекеттерде, басқа мемлекеттерде енгізілген. Мысалға алатын болсақ, Арменияда толықтай бұл енгізіліп, уже нәтижесін көрсетіп қойған. Бельгияда да, яғни оқу бағдарламасына естенген, кіріктірілген. Пилоттық жобадан өтіп барып, жаңа жергілікті жерде өздері енгізіп, оқулықтарына да енгізіліп қойып, өтіп жатқан жайы бар. Грузияда да дәл солай, соның ішінде енді қазір Қазақстанға жергілікті жерде, яғни пилоттық жобада өтіп жатырмыз, және енгізіліп жатыр. Алдағы уақытта біз не істейміз? Мемлекеттік мектептегі бағдарламаға біз қосуда не істеп отырмыз? Жоспарлап отырмыз. Сонымен қарап, қазір Молдова, Түркия, Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстанда не істеп жатыр? Осы жоба бойынша жұмыс жасап жатыр. Ал енді әріптестер, бұл қазіргі таңда біз жастардың медициналық сауаттылығын арттыруға көңіл бөлу. Былайша айтқанда, жастардың денсаулық бойынша сауаттылығын арттыру. Әріптестер, функционалдық сауаттылықта 5 аспект жылда қосылып жатыр, иә? Оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, сосын қандай сауаттылықтарымыз бар? Жаңадан қосылып жатқан. Қаржы сауаттылығы, АКТ сауаттылығы деген сияқты, иә? Ендігі жылы әріптестер сіздерге осы денсаулық бойынша сауаттылық тағы да бір сауаттылық қосылады. Себебі ол біздегі ең бір басымдық болып денсаулық өте нашар, төмен, иммунитет төмен жағдай болады. Осы сауаттылығымызды біз оқушылардың бойында істеуіміз керек, көтеруіміз керек. Ал енді әріптестер, біз енді платформаға көшсек, сіздерге мен ссылка жіберемін, барлықтарыңыз WhatsApp-тарыңызды ашыңыздар. WhatsApp-тарыңызды ашыңыздар. Бұл платформаға сіздер жұмыс жасау үшін әріптестер ешқандай қиындық жоқ. Бұл жерде сіздер кәдімгі өздеріңіздің аккаунтыңызбен тіркеліп аласыз. Сөйтіп тіркеліп болғаннан кейін оқушыларға қаратып отырасыздар. Қарап отырсаңыздар, қараңыздар, 5 модульдан осылай өзіңіз оқуыңызбен басқарып отыра бересіз. Оқушыларыңызға экраннан көріп отыра беретін боласыздар. Мен сіздерге бір шама үшін қараңыздар, 5 модуль бар, жаттықтырушы. Әрбір модульға 90 минут уақыт кетеді екен, әріптестер. Сіздерге 90 минут сабақ өтпейсіздер ғой, 90 минутыңызды 2 бөліп өтсеңіз болады. Себебі ол жерде теориялық бөлім қарастырылады, және мен интернеттен өшіп қалды. Өздеріңіз қосылыңыздар, ссылка жіберемін.
мінекей ешқандай қиындығы жоқ деп бастау, ары қарай барлығы өзінің нұсқаулықпен беріліп отырады. Өзінің бірінші бетінде мынандай мұғалімге арналған нұсқаулығы болады, әріптестер кірген кезде сол нұсқаулықты өздеріңізге жүктеп аласыздар. Барлығы ішінде жаңағы сіздердің сабақ жоспарларыңыз бар ғой, сабақ жоспарлары да дайындалып қойған. Тек қана не істейсіз? Сабақ жоспарын қарап отырып, қалай орындайтынын бәрін көрсетіп тұрады. ішінде әдіс тәсілдеріне шейін беріп қойған. Ізденеді, мысалы кейде интернеттен ізденіңіздер деп жатады ғой, сіз жаңа интернетке кіріп, мәлімет іздемей, ішінде энциклопедия дайындап қойған платформа, сіз не істейсіз? Сол жерден кіріп, мәліметтерді іздеп, қараңыз, мен сіздерге бір көрсетіп шықтым. 5 модульден, әрбір модульден өткенде әр модульдің өзінің тапсырмалары, әдіс тәсілдері, бағалауы, кері байланыс барлығы беріліп отыр. Ең соңында 5 модульден өткеннен кейін барып, сізге не істелінеді? Сертификат береді. Сол сертификатты оқушыларға шығарып, оқушыларға сертификат сынайтын боласыздар. Мінекей, барлық модульді аяқтады, иә деп шығып, одан кейін барып, қайтадан уже келесі, мысалы, 5 б-ға өтіп болды ғой, мен дайын іздеймін, ұйықтап жатыр. Содан кейін келесі сыныпқа мен уже қайтадан өтіп түсіндіре беруге болады. Міне қазір қайтадан бастайын деп жатырмын. Кішкене интернеттің күшін көбірек талап етеді, сол жағынан қараңыздар, мұғалімге арналған кіріспе дейді. Барлық нәрсені сіздерге түсіндіріп қойды. Толықтай оқып шығардыңыздар. Мына иммундық патрульдегі біздегі Алия деген қыз. Осы Алия сізге көмекші. Бізде мысалы Алиса ма? Алисадан сұрап отырмыз. Қазақ тілінде жоқ, тілін ауыстыруға болады. 3 тілге ауыстыруға болады. Орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде. Міне мына жерде нұсқалықты қойсаңыз, сізге толықтай иммундық патруль не екенін сізге осы жерде түсіндіріп кетеді. Әдістемелік құрал жүктеу дейсіз, мынаны бассаңыз сізге мына әдістемелік құрал сізге жүктеу. Ары қарай қалай бастайтынын енді басталды. Мен қазір мына сілтемен алаңда ол сілтемені қазір сіздерге жіберемін. Мені қостыңыз ба? Ағай, қандай чат? Жағдайын ба жоғары қойшы? Бір жазыңызшы. Ссылка жіберін әріптестер, сол ссылкамен бағыттаңыздар. Бәрі сол ссылкамен кіресіздер, и сіздер пароль сұрайды, 76-145 деген пароль теріп алыңыздар. Так, енді көп адам кіріп кетпесін, иә? Мысалы, сіз қазір кіресіздер, сіз кіріп отырсыз. Мына жерде не білесіз? Сіз кіріп отырсыз, бірінші топқа кіретін боласыз. Қазақстанды таңдаңыздар. Үшке бөліңіздер. Үшке бөліңіздер. Төртке бөліңіздер. Екіге кім кіреді? Так, екіге кім кірмейді? Екіге кім кіреді? Байқа, екіге кіреді. Так, болды бе? Қараңыздар, енді әріптестер біз не істеуіміз керек? Иммундық патрульға қош келдік. Дұрыста? Енді ары қарай стрелканы басыңыздар. Стрелка көріп тұр ғой, басыңыздар. Сіздерге аватар шықты, көрдіңіздер ма? Енді осы аватарды сіздер не істеулеріңіз керек? Әдемі, дені сау, әдемі аватар